Penguin vocabulary 23 unit. Бүгінгі тақырып бізде тағы да food and drink, тамақ және сусындардың түрі 3-ші сериясы. Енді бізде мынақта әртүрлі тамақта берілген, оларды суреттерге қойып шығу керек. Давайте көрейік. Біріншісі бізде beans деген бізде олар 4 дейді. 4 beans деген мынау екен, бізде ол горох. Жоқ, горох емес, андай бұршақ бар ғой мынандай. Вот осындайлар beans болады. Beans деп негізі андай сонда бұршақтарға айтады. Chicken деген бізде тауық бізде ол, конечно же, 3. Fish and chips, балық және чипсы. Чипс деп бізде кәдімгі чипсы де айтпайтшы. Англияда бізде чипсы деп картошка фри да айтады. Англияда чипс дейді оны. Мынау болады. Мынау балық, мынау чипс дегені. Сол жаңа картошка қуырылған. 2. Fried eggs. Fried деген қуырылған, egg деген жұмыртқа. Қуырылған жұмыртқа бізде 9 деп жазайық. And a glass of milk. Бір стакан сүт. Бізде 6. Нәрде milk деп жазылып тұр. Бұл бізде 6-шы болады. Hamburger деген гамбургер бізде 5-ші. Кәдімгі гамбургер біз білетін. Hot-dog деген біз білетін кәдімгі сосиска. Біз оны білеміз ғой. 12 бізде hot-dog. 12. Lemon деген кәдімгі лимон. 11-ші лимон кәдімгі. Pizza деген пицца. Түсіндіру керек жоқ. 10-ші. Сэндвич деген кәдімгі сэндвич. Бутерброд. Біздің білетін бутерброд бар емес па, соны сэндвич дейді. 8-ші ол спагетти деген бізде ол жаңағы макаронның бір түрі. Мына жерде ол ұзынандай спагеттилар. 7-ші. Және strawberry деген бізде ол клубника бізде 1-шісі. Мына жерде. Аша жазып алыңдар мағыналарын өздеріңе. Енді мына бізде a hot dog is a sausage in a roll. Hot dog деген ол жаңағы булочканың ішіндегі сосиска. People usually put tomato ketchup. Адамдар обычно қосады томатный кетчуп. And mustard. Mustard деген бізде горчица. Сары болады ғой, сары ащы. Сол горчица. Fish and chips are very popular food in Britain. Fish, рыба және картошка бізде Англияда өте танымал тамақ. Спагетти ағылшын тілінде бізде singular, жекеше түрде тұрған сөз. Жекеше болған үшін оған is дейді, are демейді. My spaghetti is delicious. Менің спагеттим өте дәмді деген сөз. Delicious деген дәмді. Хорошо. Так, бүгінге осы. Келесіде тағы да сөздер өтеміз. Келесі сабақ көріскенше.